айтса. Бұл оқиға 1940 жылы Естемес атты жас жігіттің оқиғасы десе де болады. Бұл өмірдің бар ашылығын көріп, жастай жақындарынан айырылған жетім баланың домбырадан басқа сырлаушысы мен құштарлығы болмаған еді. Естеместің көркем өнері жайлы көрші ауылдарға дейін білетін. Өз күнін қалай болсын көру үшін ауылдарды аралап, беташар, ұзату, тұсаукесерлер сияқты, былайша айтқанда кішігірім тойларда өз дарынын көрсетуші еді. Сөйтіп күндердің бір күнінде оны көрші ауылға аттастыру рәсімін өткізіп беруге шақырады. Жөнеле келіп рәсім үстінде көзі бір қызға түсіп, өлсіп қалған жүрегі елең ете қалады. Бойжеткеннің сұлу бейнесі мен пәктілігін көріп, тұрған жерінде жаңа күй бастап кеткенін байқамай қалады. Сөйтіп өз ауылына қайтып келіп, сол бойжеткенді есінен кетіре алмай, сол сұлуға күйден күй шығара бастайды. Ойларынан жалып кетіп, қызды іздеуге жол тартады. Қараған тау тасы қалмай іздеп, ақыр аяғы сол бикештің үйін табады. Үйіне кірмеуін ойлап тұрған сәтте, ол бикеш сыртқа шығып, оны күтіп алады. Екеуі араларында сырласып, бір-біріне деген махаббаты бар екенін түсінеді де, солай екеуі бір жылдай тығылып кездесіп жүреді өз араларында. Бірақ ол қыздың аттастырылған екенін Естемес ең соңына қарай біледі де, ақ қыздың үйленетін кезі болған кезде екеуі қашып кетуді жөн көреді. Екеуі қашып кетіп, ауылдан ауылға көшіп, ақ қыздың күйеуін аттастырылған жігіттің көріп қалмау үшін сөйтіп қашып жүреді. Бірақ ол оқиға 1940 жылы болған айтып кеттім ғой. Сөйтіп соғыс басталып кетеді. Естемес соғысқа кетеді де, ақ қыз қалып қалады. Ақ қызды оның аттастырылған жігіті тауып алып кетеді. Ақ қыз оған шыдамай өз-өзіне қол жұмсап, Естемеске хат қалдырып кетеді. Солай Естемес соғыстан оралғаннан кейін өзінің махаббаты қайтыс болғанын біліп, қайғыға ұшырайды да көпшіліктен тығыла қалады. Сөйтіп ол өзінің өнерін тастамайды, өйткені домбыра оның кішкентай кезден бастап сырлаушысы болғандықтан домбыраға өзінің бар жанын сыйлайтын болады. Солай сөйтіп ол Оразымбетпен де танысады, сөйтіп оған шәкірттері де жиналады. Ары қарай күй құдіреті деген аңыз шығады. Жақсы.